Сәлем. Мен қыздарды сабаққа апарып тастап, сонымен жаяу көпемді алып автоматқа кетіп барам. Бір-екі срочно керек затты заказ бергенмін ғой. Прям керек деген затты. Соны кеп тұр екен, соны алып кетуге бара жатырмын. Негізі бүгін папамызда выходной болу керек еді. Өзі командировкада кеше ғана еді. Содан таң ерте қайттан жұмысқа шақыртылды. Жарайды енді. Күнімізді көріп отқан жұмыс қой деп, сонымен реніштің бәрін қойып дейін ба. Соң қайттан жұмысқа кетті. Выходной отмена болды сонымен. Сөйтіп бағана жаңбыр құйып тұрған ғой прям. Қазір басылып та кішкене. Содан кетіп барамын. Қыздар мен келді. Шайға ана-мынау алып келдік. Как всегда шай ғой, шай. Шайсыз. Бұрын қыздар көп шай ішпейтін, қазір уже мен жағаласып шай ішетін болыпты. Шай бер деп. Макси чай. Бүгін колам кешірші мені болып тұр ғой, мен коладан басқасын алмайтын. Бүгін макси шай алдым. Арахисовый вафли алдым шайға. Самый любимый дочалардың осындай. Сүтке шайға сәбештің печенькасын алдым. Басқа қызықты жоқ. Кофе алдым. Алдын кофе ұнап қалды. Сосын дочалар мынадай не алды. Немет? Чипсы алды. Атын ұмытып қалдым ғой. Мына жазуын оқып тұрып, чипсы деген атын ұмытып қалдым ғой. Осылай и чупа-чупстан алды, чупа-чупстан ар жаққа алып кетті. Шай ішіп деп жатыр, қазір шай қойып қоямын. Не іздеп жатсыңдар екеуің? Ештеңе ана чемоданды іздеп жатырмыз. Ой, екеуі соткасын ашып отырып, ана соткадан ба? Ана соткадан ғой деймін бір фото тауып, соның ойыншығының чемоданы бар екен, есіне түсіп кетіп, соны диван астында деп іздеп жатыр. Ал. Міне осы чемодан ғой. Осыны іздеп. Анау баяғы ғой енді, анау неше жыл болды мына ойыншыққа, уже 3 жыл болды ма, 2 жыл болды ма, чемодан қайдан тауып берем сендерге? Чемодан мына астында. Енді іздеңдер онда. Сіздердің демалыс күндеріңіз қалай басталды білмеймін. Өзім сабақ бітіп, апта аяқталғанына қуанып отырмын. Ана моншақты алып тасташы балам. Газет туған жек қояды. Моншақты тастап кетіпсіңдер. Сондай күштілеп 2 күн бойы демалып, енді Алла қаласа. Түсірдің ба? Ай. Демалып, күштілеп. Қазір бір кино тауып, кино көрем ба деп отырмын, сәл демалып. Мынау кеше бар ғой, мынандай наклейкалар кеше номердан шыққан ғой. Номер сатып алдық қой екеуіне, содан ішінде осы наклейкалар өткен, соны осы саған жабыстырып алған. Тағы бір 4 наклейканы 3 наклейка Фатиха өз соткасына сыртына жабыстырып апты. Шыққан сығалап отырмын ананға. Істеп отырсың, Фатиха. Неңді көрсетейін, не? Ау. Ку-ку, қайдасың? Мында екен ғой. Таусар сол диванның астына өзінің ойыншықтарын іздестіріп тауып сөйтіп жатыр. Балық, енді сенде түсірген ойыншықтарың ғой. Өткенде папа бір тазалап алып шығып еді ғой, соның үшін бүкіл ойыншықтарын тағы да табыңдар соны.
Қайырлы кеш, қалайсыздар? Менде бүгін тағы да мантымды жасап, дайындап қойып қойдым. Ыдыстарын жуып тастадым барлығын. И қыздардың сабағын папасы оқытып жатыр. Қыздардың сабағын папасы оқытып жатыр бүгін. О, жан. Әдемі сағатсың. Оны мынау керек емес, жан. Дейміз бе? Жоқ, мыналарды саса болды. Сосын мыналарды бояса болды. Бүгін сабақтарын папасы оқытып жатыр. Қызылға боя. Қандай болады өзі? Қызыл, гүлді ма, иә. Жасыл болады. Әріпті көкпен боясын деді. Үшім осылай бүгін папасы оқытып жатыр, мен кішкене бір демалыста. Демалайыншы деп отырмын осы. Қасайна кішкентелі. Әдемілеп салыңдар. Әдемі жазады. Л әрпін өтіп Әдемі жатыр бүгін. жазады. Күш жазады. Миша дейді бе, оқу алыңдар сабақтарын. Қайырлы түн, қалайсыздар? Бізде кино тайым болып жатыр. Бүгінгі демалысты киноға арнадық. Осы киноны өткенде көргенбіз. 3 рет көрдік. Дочар тағы бір көрейікші деп. Қызықты кино екен, Еркебай деген. 4-ші рет көріп отырық па? Даже одан көп қойдым. Дочар қайта-қайта қосып көреді. Бұл пешкамда ұйықтамай қойды. Сонымен кино көреміз деп шештік. Отырмыз. А папамыз ұйықтаватыр. Папамыз жұмыстан келіп ұйықтап қалды. Кино көрем деп бастап, сол ұйықтап қалды. Сонымен бәріміз отырмыз, кино көріп. Но один дома киносы бар ғой, тура сон қазақша версиясы екен. Бірақ күшті, қызықты тоже. Шақыры бала-шаға ұйықтамай жатыр екен. Менде де шай ішіп алайын. Бағана ыдыстардың бәрін жуып жайып қойғам. Так, кружкам қайда екен? Так, кружкам жоқ екен. Вот наш екен. Чуар су ішкен ғой жана. Тағы да сол кофе. Ана елдер айтады ғой, кофе ішсе ұйқым ашылады деп. Маған кофе вообще действие бермейді екен. Ұйқым да ашылмайды, ұйқым да келмейді. Сондықтан түнделетіп те кофе іше беремін. Қайырлы таң, қалайсыздар? Қайда қойыншы, кеше үйге әжеміз келді. Әжеміз Сарқытқа кепті қонаққа барып, сонымен шай ішектер. Олға банан беріп қойдым, қолын ұстатып. Осылай шай ішектеп жатырмыз. Біз қазалда жұмыстар көп. Істейтін іс көп, план көп. Сондықтан мен осы жерден видеомды аяқтайын. Келесі влогта кездескенше достар. Тіркелуді ұмытпаңыздар бізге.